2025 жылғы хит пирогтың рецептін сіздерге ұсынамын. 100 грамм еріген майымызға 50-60 грамдай қант саламыз, 150-200 грамдай ұн салып араластырамыз. Бір шай қасық разрыхлитель, 1 жұмыртқа және 2 ас қасық какао саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Салмасын дайындағанға дейін шыққан қамырымызды салафанға салып 15 минутқа тындыруға қоямыз. 400 грамм қаймаққа 2 жұмыртқа, 150 грамм қант және 1,5 ас қасық кукуруз крахмалын саламыз. Бес-алты орео печеньясын бірнеше бөліктерге бөліп, салмамызға салып араластырамыз. Тынып тұрған қамырды өзіңізге ыңғайлы формаға салып, формасын келтіреміз. Салмамызды құямыз және бетін орео печеньясымен безендірсеңіздер, дастархандарыңызда өте әдемі көрінеді. Бортиктардың шет-шеті қисық болмас үшін осылай шанышқының көмегімен басып түзейсіздер. Қызып тұрған духовкаға 160 градуста 30 минутқа пісіруге қоясыздар. Толықтай суып болғаннан кейін формасынан аласыздар. Пирогымыз өте әдемі болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.